Ассалаумағалейкум оқырмандарым, ұзақ уақыт рецепттермен бөлісе алмадым, ренжімеңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді печенье рецептісімен бөлісемін. Ол үшін бізге ұн, қант, қопсытқыш, қаймақ, жұмыртқа, маргарин майы, какао, ванилин қажет. Алдымен ұнымызды електен өткізіп аламыз, қопсытқышты және маргарин майын турап қосамыз. Қолымызбен араластырып біріктіреміз. Жеке ыдысқа жұмыртқа, қаймақ, қант, ванилин қосып араластырамыз. Екі массаны біріктіріп, қамыр илейміз. Дайын болған қамырды екіге бөліп, бір бөлігіне какао ұнтағын араластырамыз. Кейін қамырдың екі бөлігінде тоңазытқышқа 10-15 минут қоямыз. Тоңазытқыштан шығарып, екі қамырды да қалыңдығы 1 см болатындай етіп жаямыз. Екеуін бір-біріне беттестіріп, шеттерін тегістеп алып тастаймыз. Содан кейін 1 см өлшемінде шамамен кесеміз. Әрбір кесілген ұзыншақ екі бөлікті видеодағыдай бір-бірімен қосып, 1 см қалыңдықта печеньеларды кесеміз. Кесілген печеньеларымызды 180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минут сарғайтып пісіріп аламыз. Дайын болған печеньеларды қант ұнтағымен себеміз. Шетінен қалған қамырды да жайып беттестіріп, содан кейін рулет түрінде орап 0,5 см қалыңдықта пісіріп аламыз. Бұл печеньелер енді өте дәмді болып шығады. Көп затты талап етпейді, тәтті шайға да, балаларға да таптырмас дәмді печенье. Міндетті түрде жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ас болсын.